Химия 7 сынып 8 бөлім адам ағзасындағы химиялық элементтер тақырыбы адам ағзасындағы химиялық элементтер тыныс алу процесі. Оқу мақсаты: адам ағзасына кіретін элементтерді білу, тыныс алу үдерісін түсіндіру. Сенің меңгеретінің: адам ағзасындағы химиялық элементтер микро және макро элементтерге жататын биогенді элементтер. Тыныс алу процесіне қатысатын және түзелетін заттар. Тыныс алғанда шығарылған ауа құрамында көмірқышқыл газы мен судың бар екенін дәлелдеу. Сенің білетінің: адам ағзасындағы кейбір элементтер мен қосылыстардың негізгі функциялары. Ферменттер, қарапайым химиялық реакциялар, жану реакциясы. Адам ағзасындағы химиялық элементтер адам өміріне қажетті үрдістерді жүзеге асырып, ағзаның толыққанды дамуын қамтамасыз ететін элементтер тобы. Бұл элементтерді тірі ағзалардағы орташа мөлшеріне қарай 3 топқа бөледі: микроэлементтер, макроэлементтер және ультрамикроэлементтер. Ал тіршілік үшін маңыздылығына байланысты тіршілікке қажетті элементтер, қосымша элементтер және өте аз элементтер деп өзара бөлінеді. Сондықтан, химиялық элементтердің біреуінің жоқ болуы немесе жетіспеуі ағзадағы қалыпты жағдайды бұзады. Алайда, ағзадағы қандай да бір элементтің шамадан тыс болуы да ауыр салдарға әкеп соғады. Макроэлементтер. Адам ағзасы химиялық элементтерді әртүрлі концентрлейді, яғни микро және макроэлементтер мүшелер мен ұлпаларда әркелкі таралады. Макроэлементтер көміртек, сутек, оттек, азот, фосфор, нәруыздің нуклеин қышқылдарының және ағзаның басқа да биологиялық белсенді қосылыстарының құрамына кіреді. Кальций де негізінен сүйек және тіс ұлпаларында концентрленеді. Ол жасуша құрамына еніп, сүйек құрауға, жүрек және бұлшықеттерінің жұмысына қатысады, қанның ұйуын қамтамасыз етеді. Фосфор. Адам денесінде фосфор қосылыстары көп. Кальций секілді фосфор да адам қаңқасын құрайды. Сонымен бірге ол зат алмасуға да тікелей қатысады. Өте сіңімді және адамның нерв жүйесіне өте пайдасы зор. Фосфор қосылыстары сырда, бауыр мен мида, жұмыртқаның сарысында, ірі қара мал етінде, уылдырық пен бірқатар балықтарда мол болады. Ал ұн мен нанда, сондай-ақ әртүрлі жармаларда фосфор фитін күйінде кездеседі. Микроэлементтердің көпшілігі бауырда, сүйек және бұлшықет ұлпаларында жиналады. Бұл ұлпалар көптеген микроэлементтердің негізгі қоры. Элементтер кейбір мүшелерге тән болып табылады және онда концентрациясы жоғары болады. Мысалы, мырыш қарын асты безінде, йод қалқанша безінде, фтор тіс кіреукесінде, алюминий, мышьяк, ванадий шашта, кадмий, сынап молибден бүйректе, қалайы ішек ұлпаларында, стронций қуық безінде, сүйек ұлпасында, барий көздің пигментті қабатында, бром, марганец, хром гипофизде және тағы басқаларда жиналады. Натрий және хлор жасуша аралық, ал кальций мен және магний жасуша ішіндегі сұйықтықтарда кездеседі. Натрий және калий фторид түрінде сүйек және тіс ұлпаларында болады. Магний фосфат түрінде тістің қатты ұлпаларында болады. Сонымен қатар микроэлементтердің ағза үшін физиологиялық маңызы өте жоғары. Темір элементінің рөлі денсаулық үшін өте зор. Егер темір жетіспесе, баршамызға белгілі анемия немесе қан аздық ауруы пайда болады.
Бұл элементтің ағзадағы тәуліктік мөлшері 11-30 мг. Адам қанында 3 граммға жуық темір бар. Оның мөлшері көрсетілген шамадан төмен болса, қанның қызыл жасушасының, яғни гемоглобиннің түзілуі нашарлап, тыныс алу функциясы төмендейді. Темір ағзаға сырттан түседі. Тамақтың құрамындағы темір ионы 12 елі ішектің жоғарғы бөлігінде қанға сіңеді. Темірдің ағзаға дұрыс сіңбеуі асқазандағы тұз қышқылының жетіспеуіне немесе темірдің ақуызбен байланысының нашарлауынан болады. Иод өмірлік маңызы бар элемент. Ол қалқанша безі үшін құрылыс материалы. Өкінішке орай, бұл элемент ағзада жасалмайды. Адам оны тек ас тағам арқылы алады. Ультрамикроэлементтер сынап, алтын, уран, торий, радий және тағы басқа. Олардың ағзадағы мөлшері 15%-дан төмен. Бұл элементтер адам ағзасында қажетті мөлшерден көп болатын жағдайда көптеген аурулар пайда болады. Себебі олар токсиндік металдар болып табылады. Дегенмен, ағза үшін маңызы зор әрі біршама үрдістерге қатысады. Тыныс алу процесі. Тыныс алу тірі ағзада зат пен энергия алмасуын қамтамасыз ететін физиологиялық процесс. Тыныс алу кезінде қоршаған ортада оттек сіңіріп, көмірқышқыл газы шығарылады. Адам өкпе арқылы орташа шамамен 5-18 литр көмірқышқыл газын және сағатына 50 грамм су шығарады. Тыныс алу глюкозаның тотығуы кезінде оттек және энергиямен қамтамасыз ететін барлық тірі ағзада жүретін химиялық реакция. Жасушада аэробты тыныс алу жүзеге асу үшін қанттар да оттегі де қажет. Глюкоза сияқты қанттар қорекпен келеді. Оттегі демді алғандағы ауамен келеді. Қанттар мен оттегі ағза жасушаларына қан арқылы тасымалданады. Тыныс алу үдерісі кезінде көмір қышқыл газы мен су бөлініп шығады. Зертханалық тәжірибе тыныс алу үдерісін зерттеу. Демді алғандағы және демді шығарғандағы ауада көмір қышқыл газының болуын әкті судың көмегімен тексеруге болады. Мына кісі демін түтік арқылы әкті суға шығарып жатыр. Ізбесті су лезде лайланып кетті. Сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ. Тыныс алу дегеніміз не? Екінші сұрақ. Адам ағзасында көп мөлшерде кездесетін элемент. Үшінші сұрақ. Қанның құрамында кездесетін элемент. Оқулық 107-110 беттер, параграф 19 және Білімлендтен келесі берілген сілтеме арқылы өтіп, өз білімдеріңді жетілдіре аласыздар.